Армысыздар қымбатты достар, сіздермен бірге мақсат. Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Достар, керемет лайфхак бүгін болмақ. Аз вознаграждениемен, жаңа жыл кезегімен қалай нұрлы жерде үлкен бөлмелі пәтерге өтуге болады. Қымбатты достар, үлкен өтініш мақсатпен YouTube каналында 180-ге жуық баспана мәселесіне қатысты бейнеролик сабақтар бар. Подписаться бас қойыңыздар, группаларға таратып қойыңыздар. Ол мен үшін бір үлкен мотивация. Бүгінгі сабақ жаңа кезек аз вознаграждениемен нұрлы жерде қалай үлкен бөлмелі пәтерге өтеміз. Бұл сұрақ көптеген адамдар толғандырады. Қолдарыңызға ручка, парақ алып жазып отырсаңыздар. Айта кететін жайт, бірден бұл сабақ көп балалы отбасылар, толық емес отбасылар, мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеуші отбасылар категориясымен кезекте тұрған жандарға арналады. Себебі сіздерге бір керемет лайфхак бар, жақсылап тыңдап отырыңыздар. Мінекей, міндетті түрде көп балалы отбасылар, толық емес отбасылар, мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеуші отбасылар категориясымен кезекте тұратын жандар. Мысалға, қазір енді сіздерге бір пример көрсетемін. Мысалға, көп балалы отбасы дейік, кезекте тұрған. 2019 жыл кезегімен тұр, вознаграждениесі 5000. Жалпы Қазақстанды алып айтатын болам, бұл кісіде шанс максималды. Алдыңғы адамдар төлем қабілетінің растаймай, отказ асып кет жетпей қалып, тағы да басқа болған жағдайда ары кетсе 1-2 бөлмелі пәтерге шанс бар. Дұрыс па? Енді бұл кісілер ойлау мүмкін, осы 3 категория бойынша кезекте тұрған. Бізге нақты 2 бөлмелі пәтер керек. Осы көп адамдар келіп айтады, маған жеке кеңеске келу барсыңдаршы, мен жеке кеңес, сопровождение барлық қызметі менде бар. Мақсат мырза, бізге 1 бөлмелі пәтер болмайды, бізге нақты 2 бөлмелі пәтер керек деп отырады. Сол кезде мен осы лайфхакты ол кісілерге ұсынып отырамын. Міне қараңыздар. Яғни жалпы нұрлы жер дегеніміз не? Сіздерге түсіндіре кетейін. Ол жерде толыққанды бейнеролик бар, қысқада нұсқа. Банктың пайызы мемлекеттік бағдарлама, банктың пайызы 5, бастапқы жарна 10, несие мерзімі 20 жылға дейін акимат соққан үйлер беріледі. Бірақ бір нәрсені ескеру керек. Біз нұрлы жер деп атап жүрген негізгі атауы ол кредитный жүйе. Нұрлы жер деген бағдарлама, оның ішінде бар кредитный жүйе, шаңырақ, бақытты отбасы, арендный жүйе кіреді. Енді көпшіліктің атауында нұрлы жер болып кеткеннен кейін нұрлы жер деп сіздерге айтып отырмын. Кеттік әрмен қарай. Міне достар, нұрлы жер деген жалпы осы бағдарлама. Енді неге мен бағана мына 3 категорияны айта кеттім? Сіздер жалғыз нұрлы жер болғанын күтіп жүре бермеңіздер. Бақытты отбасы басталса, бақытты отбасыға да қатысыңыздар. Бақытты отбасыға қатысасыздар, нұрлы жер қашан болады екен, деп жүре беруге болмайды ғой. Бақытты отбасы болса, бақытты отбасыға да қатыса бересіздер. Бақытты отбасын басталған күтесіздер. Мысалға дейік, бақытты отбасы бірінші басталып кетті нұрлы жерден. Енді бақытты отбасы қандай стадиялардан тұрады? Бірінші отбор болады, Бірінші отбор, конкурс, одан төлем қабілеттілігін растау, одан кейін сіздер егер төлем қабілеттілігін растасаңыздар, 6 айға сіздерге одобрено деген сертификат береді. 6 айдың ішінде баспана табу қажет. Енді бақытты отбасы негізгі шарттар 2% банк пайызы, 10% бастапқы жарна 18 жылға дейін. Қалаларға байланысты бұл жөнінде де бейнеролик бәрі бар, достар. Жандар мәшінің. Мынаның жөнінде бәрі жөнінде бейнероликтер бар. Нұрлы жеріне, бақытты отбасына көрсеңіздер болады осы YouTube каналдан. 18 жылға 10-15 миллион, яғни қалаға байланысты. Үлкен қалаларда 15 миллион, кіші қалаларда 10 миллион. Ол несие сомасы. Яғни үйді қымбатырақ ала берсеңіздер болады. 20 миллион, 30 миллионға просто қалған соманы өздеріңіз құюыңыз қажет. Енді бірінші, екінші нарықтан дайын үйлерді көруге болады. Енді ойды жинақтаймыз. Біз не дедік? Біздің мақсат жаңа кезекпен аз вознаграждениемен мейлінше көп бөлмелі пәтерді ұтып алу. Мысал не деді? Көп балалы отбасы 2009 жылдан бері кезекте тұр, вознаграждениесі 5-ақ мың. Бірақ айтып отырды, твердо, маған 2 бөлме керек деп отыр. Біз не дедік? Яғни әдейі сіздерге нұрлы жердің шарттарын айтып өттім, бақытты отбасында айтып өттім. Қазірше, яғни біз бірінші, яғни көп бөлмелі пәтер керек болса, бақытты отбасыға қатысамыз. Нұрлы жермен де сіздердің шанстарыңыз ешкім исключать етпейді. Мен бағана айттым ғой, 2 бөлмеліге пәтер өтіп кетулеріңіз мүмкін деп. Бірақ егер бақытты отбасы бірінші басталып қалса, нұрлы жерді күтіп отыра бермеңіздер. Бақытты отбасыға да қатысамыз, достар, қатысамыз. Міне, бақытты отбасыға қатысамыз, отбордан өтеміз, төлем қабілеттілігін растатқы делік. Көп жағдайда адамдар не істейді? Бақытты отбасы бойынша төлем қабілеттілігін растағаны. Баратта 10 миллион, 15 миллионға пәтер сатып аласылады. Тапқанда, бұйырған осы да деп. Жоқ, достар. Егер де сіздер барша мені қазір тыңдасын, барша бақытты отбасы бойынша қолында одобрениесі бар адамдар мені тыңдаңыздар. Сіз тыңдаңыз жақсылап. Намен үй таппай жүрсіз ба? Таппай жүрсіз ғой, 10 миллион, 15 миллион ғой, не істеймін, қаяқтан үй алам деп. Онда сіз былай жасаңыз. Сіз қолыңызда сертификат пайда болды ғой, бақытты отбасымен емес, кетесіз, нұрлы жерге өтінім бересіз. Естіп тұрсыз ғой? Нұрлы жерге өтінім бересіз. Егер сіз бақытты отбасының одобрениесімен нұрлы жерге қатысатын болсаңыз,
Бірінші лайфхак. Сізде банк пайызы 2-ақ пайыз болады. Естіп тұрсыз ба? Егер де сіз бақытты отбасының одобрениесін қолыңызға алып, нұрлы жерге қатысатын болсаңыз, сізде 5 емес. Сізде бақытты отбасы бойынша одобрение бар ғой. Сізде 2 пайыз болады. Екінші сұрақ. Қалай сол кезде мен бақытты отбасынан одобрение алып, нұрлы жерге қатыса беремін? Болады, қатыса беруге. Өтінім бере бересіз конкурстық үйлерге. Енді сіз өтінім бересіз, мынау сіз дедік. Қараңыздар. Сіз бақытты отбасының одобрениесін алып, нұрлы жерге өтінім бердіңіз. Еске түсіреміз, көп балалы отбасы 2019 жыл кезекке тұрған 5000 вознаграждениесі бар. Алды да 2 бөлмелі пәтерге өтінім бере салды. Конкурс болып жатыр. Тағы да еске түсіреміз. Мысал, мына нені оқып отыр деп ойламаңыздар. Мен айттым ғой, көп балалы отбасы 2019-дан тұр, 5000 вознаграждение барды. 2 бөлмеге твердо керек деп тұрды, ол кісілерші өтінім берді. Енді бұл кісінің противнигі, ренжімеңіздер өйтіп айтып отқанда, мысал қарсыласы дейінші енді, яғни бірге конкурсқа түсуші дейікші, тоже кезекте тұрған жан, 12 категория бойынша. Маңызды емес 12 категорияның бірі. Бірақ қолында бақытты отбасы бойынша одобрениесі жоқ. Естідіңіздер ғой, сіз 2019 жыл 5000 вознаграждениемен, бірақ сіздің қолыңызда бақытты отбасының одобрениесі бар. Көп балалы отбасысыз. Мына жерде Қазақстан Республика тұрғын үй қатынастары бойынша үй кезегіне тұра алатын 12 категорияның любой тұр. Даже көп балалы отбасы болсын, толық емес мүмкіндігі шектеулі болсын, госслужащий, тағы да басқа пенсионер по возрасту, любой тұр, біреуі тұр әйтеуір. Бірақ бұл кісінің қолында бақытты отбасы бойынша одобрение жоқ. Бұл кісі әшейін өтінім бере салды. Бірақ бұл кісінің 400 000 вознаграждениесі бар. Естіп отырсыз ба? Сізде 5000. Бұл кісіде 400 000. 2005 жылғы тұрғын үй кездегі. Мен бағана өзім оқырмандарым арасында прикол ұстаймын ғой, 10 жыл насып кетсе, таза динозавр екенсіз ғой, сізде адам табу қиын деп. Міне 400 000 вознаграждениесі бар. 2005 жылдан бері кезекте тұр. Не дейсіз, айтыңызшы өзіңіз, кім ұтады? Кім ұтып кетеді? Сізде 2019 5000 вознаграждение. Мына кісіде 400 000 вознаграждение 2005 жыл. Кім ұтып кетеді деп ойлайсыз? Сіз ұтасыз. 5000 вознаграждение 2019. Не үшін деген сұрақ туындаса, потому что сізде бақытты отбасының одобрениесі бар. Сізде отбасы банкінің системасында приоритет тұр. Яғни сізген қарсылас кім шықсын, 2000 жыл кезекте тұрсын, әжде 1 миллион вознаграждениесі болсын, сізде бақытты отбасының одобрениесі бар. Сіз ұтып кетесіз. Яғни қанша жердің сізді мықты болып тұрса да, сіз яғни кезекте тұрған адамдардың бәрін ұтып кете беретін боласыз. Бірақ мынандай жағдай болып қалуы мүмкін. Сіз бақытты отбасы бойынша одобрение бар, мынақты екінші бақытты отбасы бойынша мақұлдамасы бар, екінші адамға разына-раз шығып қалдыңыздар. Енді бұл жерде келесі логика қолданады. Жақсылап тыңдап алыңыздар. Міне, бақытты отбасы мен бақытты отбасы кездесіп қалды нұрлы жердің ішінде. Тук-тук-тук-тук кездесті. Енді ең бірінші приоритет, естіп тұрсыздар ғой, мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеуші отбасыларда болады. Екінші приоритет көп балалы отбасыларда. Үшінші приоритет толық емес отбасыларда. Бұл дегеніміз не? Мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеуші отбасы, бақытты отбасы бойынша одобрениесі бар. Көп балалы отбасымен кездессе, мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеуші отбасы ұтып кетеді. Яғни сол үйге өтіп кетеді. Егер көп балалы отбасымен толық емес отбасы кездесетін болса, көп балалы ұтып кетеді. Толық емес отбасы екеуінен ұтылады. Көп балалы мүмкіндігі шектеуліден ұтылады, мүмкіндігі шектеулі екеуінде ұтады. Енді келесі сұрақ. Егер мүмкіндік шектеулі мен мүмкіндік шектеулі екеуі бір-біріне фук-фук тұрып қалса, көп балалы мен көп балалы тұрып қалса, толық емес отбасы мен толық емес отбасы бір үй таңдап қалатын болса, тұрып қалды, кездесіп қалды. Онда кезекке тұрған уақыты қаралады, яғни жылы. Мысалы, екі көп балалы кездесіп қалды, тұк-тұк сізбен, мысалы 2019. Екеуіңізде де 2019 болып қалатын болса, онда айды қарайды, қайда тұрдыңыздар. Мысалы, 2019 екеуіңізде де март болса, қай күні тұрды, соны қарайды. Егер екеуіңіздің де тұрғын үй кезегінде тұрған күніңіз, жылыңыз 1-2019, айыңыз 1, күніңіз 1 болатын болса, онда осы нұрлы жерге қатысу барысында қай күні өтінім бердіңіз, сол саналады. Көрдіңіз ба? Енді бұл редкість. Әңгімен ашығы тек. Кезекке тұрған уақыты, жылы, күні, айы бәрі бірдей келу, ол өте үлкен редкість. Сондықтан нені түсіндік? Яғни сіз бақытты отбасы бойынша одобрениеңіз бар болса, онда нарықтан 10 миллион, 15 миллионға үй іздеп білмей жүрсеңіз, не аламын, ақшаны қайқа жеткізем, қайқа жеткізсем болады, не істесем болады деп жүрсеңіз, онда нұрлы жерге қатысыңыздаршы. Нұрлы жерге қатысыңыздар. Қандай керемет мүмкіндіктеріңіз болып тұр, алдыңыздар, любойын ұтып кетесіздер.
мен ойламаймын, мысалы нұрлы жерде 300-200 пәтер берілетін болса, прям барлығы бақытты отбасылар жүрмейді ғой, бүйтіп қаяқта көбісі созғысы келмейді, қойшы пока беріп тұрма дейді да, барып ала салады. Күтетін адамдар осылай жасайды. Бағана көбісі сұрап отырады, Мақсат мырза, қалайша жылы жаналар жылы естілерді ұтып кетіп отыр деп. Міне осылай ұтып кетіп отыр достар. Ол кісілер бақытты отбасы бойынша одобрение алған, қолдарында сертификат бар, 6 айдың ішінде пәтер табу қажет, келеді, нұрлы жерге қатыса салады, болды. Любойын өтіп кетеді. Мен айттым ғой, 2009 5400 мың 2005 жылы өтіп кетсіздер. Бірақ егер бақытты отбасы мен бақытты отбасы кездессе, бағана да айтып бердім, бірінші приоритет мүмкіндік шектеулі баланы тәрбиелеуші отбасылар, көп балалы отбасылар, толық емес отбасылар. Міне осылай приоритет бойынша. Егер бірдей болып қалса қалай болатынын сіздерге түсіндіріп бердім достар. Сол қымбат достар, бұл лайфхак мен ойымша көптеген жандарға пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Бүгін ютубымда қарасам 1 миллионнан астам адам осы мен ютуб каналымнан сабақтарымды тегін өтіпті. Бұл мен үшін өте үлкен қуаныш достар. Мыңдаған адам, өзім былай жеке кеңес беру арқылы 3,5 мың адамды ол кезде тегін кеңес беріп жүрдім. Баспанаға бір Алланың қалауымен қол жеткіздім. Қазірде де күнделікті осы бағытта жұмыс жасаудамын. ютубтан да тегін сабақтар беремін. Бағана деп кеше бір кісі айтып жіберіпті, Мақсаттың ютуб каналына кіріп отыр, бақ өзін көрмей үйлі болып отырмыз депші. Шынымен ол мен үшін өте үлкен қуаныш достар. Өте үлкен қуаныш. Мысалы 1 миллионнан астам адам мен тегін сабақтарымды көріп отқан қандай керемет, мысалы мына лайфхактың өзі қаншама адамдарға жол тауып, жол сілтеп, осы кісілер баспаналы болып жатса мен қуанам. Мен сабағым, мен детишем, мысалдашы, бұл да мен өзім бір нем ғой, жасап жүрген іс әрекетім, әйтеуір халқыма пайдам тисе екен деген, ер жігіт ел үшін туады дейді ғой, мысалы. Сондықтан сол достар, жалпы пайдалы болды деп ойлаймын, түсінікті болды деп ойлаймын, бәрін. Мына жерде бір керемет, просто бақытты отбасы арқылы нұрлы жерге қатыссаңыздар, бақытты отбасының шарттарымен ұялып кетесіздер да. Сол достар, сіздермен бірге болған сүйіктілеріңіз Мақсат. Менде барша бағдарламалар бойынша жеке кеңес бар, сопровождение қызметі бар. Кеңес алам десеңіздер, жеке кездесем десеңіздер, төменде міндетті түрде нөмірді жаза кетемін. Менің көмекшім, сол кісіге хабарласып, маған кеңеске жазылсаңыздар болады. Баспанаға бірге әрекет жасайық. Әр қазақстандық баспаналы болсын. Үлкен өтініш достар, менің YouTube каналыма подписка жасап қойыңыздаршы, үлкен өтініш. Группаларға таратып жүріңіздер, бүкіл группалар көрсін. Әйтеуір әр көрген адамға бұл бейнероликтің пайдасы тие беретін, зор ғой, дұрыс па? Әркімге бір пайдасы тисін. Әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.